Сәлеметсіңдер ме балалар? Қазақ тілі сабағына қош келдіңдер. Бүгінгі сабақтың тақырыбы дауылпаз бабалар мұрасы. Бүгінгі сабақта дауылпаз аспабымен танысасың, ертеде болып өткен әрекет туралы баяндап айтуды және жазуды үйренесің. Бүгінгі сабақтың жаңа сөздерін сөздік дәптерге жазып алайық. Ұрпақ, жау, жорық, бақсы, жаршы, дауыс, күшейткіш. Бірінші тапсырма. Суретпен таныс. Онда болып жатқан оқиғаны көршіңмен талқыла. Әсет неден қорқып тұр деп ойлайсың? Айғайлап тұрған адам кім? Балалар қандай хабар естіді? Жақсы хабар ма, әлде жаман хабар ма? Жауабымызды тексеріп көрейік. Әсет неден қорқып тұр деп ойлайсың? Әсет дауылпаздың дауысынан қорқып тұр. Айғайлап тұрған адам кім? Айғайлап тұрған адам жаршы. Балалар қандай хабар естіді? Балалар Ақшабайдың немересі дүниеге келгендігі туралы хабар естіді. Жақсы хабар ма, әлде жаман хабар ма? Әрине, жақсы хабар. Екінші тапсырма. Мәтінді тыңда және жүргізіп оқы. Өз болжамыңды тексер. Дауылпаз ғасырлар бойы ұрпақтан ұрпаққа беріліп келе жатқан мәдени мұра. Дауылпазды менің білуімше ата-бабамыз соғыста қолданған. Өз әскеріне белгі берген. Кейде бақсылар да дауылпазды ауруды емдеу кезінде қолданған. Оған қоса аң аулау кезінде оны аңшылар да пайдаланған. Бүгінде дауылпазды музыкалық аспап деп білеміз. Кеше жаршыны көргенде қатты қорықтым. Жау келді деп түсіндім. Бұл ғасырда дауыс күшейткіш газет пен журнал болмаған. Халықты өзіне қарату үшін дауылпазды соғады. Көне ғасырда дауылпаз өте маңызды құрал болған. Үшінші тапсырма. Сөйлемдердің дұрыс не бұрыс екенін анықта. Дауылпазды бұрын тек аң аулау үшін қолданған. Дауылпазды бақсылар пайдаланбаған. Дауылпазды жаршылар қолданған. Жауабымызды тексеріп көрейік. Дауылпазды бұрын тек аң аулау үшін қолданған. Дұрыс жауап. Дауылпазды бақсылар пайдаланбаған. Бұрыс жауап. Дауылпазды жаршылар қолданған. Дұрыс жауап. Төртінші тапсырма. Сөйлемдерді салыстыр. Дауылпазды менің білуімше ата-бабамыз әскери жорықтарда қолданыпты. Кейде бақсылар да дауылпазды ауруды емдеу кезінде қолданыпты. Аталарымыз ақылды болыпты. Дауылпаз өте маңызды аспап болыпты. Енді балалар, екі бағандағы сөйлемдердің етістіктеріне назар аударайық. Қолданыпты, қолданған. Болыпты, болған. Екі сөйлемдегі етістіктердің жасалу жолдары негізінен болғанына көп уақыт өткен іс-қимылды білдіріп тұр. Демек, екі бағандағы сөйлем де бұрынғы өткен шақ формасында жазылған. Есте сақтайық, балалар, кестеге назар аударайық. Кестенің бірінші бағанында іс-қимылды білдіретін сөздер, яғни етістіктер жазылған. Бару, келу, айту, сөйлесу.
Осы сөздердің негізгі түбірі не? Ған-ген, қан-кен жұрнақтарын жалғайтын болсақ, етістіктер болғанына көп уақыт өткен іс-қимылды білдіретін етістіктерге айналады. Мысалы, барған, келген, айтқан, сөйлескен. Сонымен балалар, бүгінгі сабақтан не үйрендік? Дауылпаз аспабымен таныстық. Ертеде болып өткен әрекет туралы баяндап айтуды және жазуды үйрендік. Енді бүгінгі сабағымызға бас бармақ тәсілі арқылы кері байланыс жасайық. Сендерге барлық тапсырма түсінікті болды деген ойдамын. Үйге тапсырма. 109 беттегі 5 тапсырма. Сөздерді үлгіге қарап өзгерту. Үлгі: беру, берген. Сабақ аяқталды. Сау болыңдар.